Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге шиеден жасалған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл жерде шие пирогқа ерекше бір дәм береді. Пирогтың құрамына қант, сары май, ұн, шие, қопсытқыш, жұмыртқа және жүгері крахмалы керек. Шиемізді шпильканың көмегімен осылай сүйегінен тазалап аламыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, қантты қосып, екеуін жақсылап қант ергенше араластырамыз. Енді жұмыртқамызды бір-бірлеп қосып, барлығы бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Илектен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып араластырып, жұмыртқалы массамызға 2 немесе 3 бөлікке бөліп, қосып барлығын жақсылап сұйық масса болғанша араластырамыз. Массамыз осындай қаймақ тәріздес болу керек. Енді шиемізге жүгері крахмалын қосып, араластырып, табамызға сұйық массамызды құямыз, жартысын, содан соң шиемізді салып, үстіне қалған массамызды құямыз. Пирогты 150-180 градус қызып тұрған пеште 45-50 минуттай өте жай пісіріп аламыз. Содан соң толықтай суытамыз. Пирогымыз дайын болды. Менің пирогым кішкене күйіңкеріп кетті, бірақ өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Шиенің дәмі пирогқа бір қышқыл ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.